Неге ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсың, жақсың ба, не істеп жатсың? Біз ұлықтарға аман сенсің ба? Екі бала шағын жауып жүрмін. Иә, рахмет, жауып жүр. Аллаға шүкір, өзіңіз қалайсыз, жақсысыз ба, аман есенсіз ба? Иә, шүкір Аллаға, рахмет. Өзің басқа жетіс болып жатыр. Нұреке, мен осы Қазақстанда 18 облысты зерттеп келдім. Сөйтсем, біз Шымкентті бөле беріп десек, кеп көріп дәрісесек, мынандай екен ғой, қандай екен, жоқ біздің Шымкенттіктерге. Біздің Шымкенттіктер қандай екен ғой, қай қалаға баса да, барлық жұмыстарды ақ қоя береді екен ғой. Арзан қылып істейміз, базар болса да, базарда да, сәл тауып істеп кетеді екенбіз, мәшіне жөндейтіндер болса мәшіне жөндеп беріп кете береді екенбіз, арзан басқалар сияқты уақытымен, сағатымен деп жүрмейді екенбіз. Уақыт, сағат жоқ, 24 сағат бойы істей береді екенбіз, біз Шымкенттіктер. Содан кейін біз олардың жұмысына демалмай жұмысын ақ қоя бергеннен кейін, содан кейін бәріміз жеп көреді екен. Енді адам деген тіршілігін жасау керек қой. Өйтіп сағатқа, не уақытқа қарамай орыс ұқсап. Атам қазақ айтқан, еңбек етсең ерінбей, тіленер, қарның тойар, тіленбей дейді. Сол үшін еңбек ете білу керек қой. Жоқ, ол мақұл ғой, қоя берші. Бұны кейін бізде андай екен ғой. Бай жоқ қатындарға құмар екенбіз да. Сөйтіп үндемей, сыпайылықпен сындырып кете береді екенбіз да. Оларды ше. Содан кейін бізді Техас деп бөліп тастаған екен ғой. Техничный ұрып кетеді екенбіз да бәрін.